Өткен бөлімде база тапқан ютуберлер 3 топқа бөлінді. Бірі базаны күзетуге қалды, бірі еміздеуге, ал қалғандары достарын табуға аттанды. Пазл зомбиға айналуына 2 сағат қалған Пердебекті сиқыршы шалға жеткізді. Бірақ сиқыршы емнің жауыздың қолында екенін айтып, пазлды қауіпті сапарға жұмсады. Айшуақ пен Нұрислам қауіпсіз база деген есік тұзаққа түсейін дегенде Бақытжан оларды ажалдан құтқарып қалды. Ал Азамат Тұрсынбайдың базасына алып зомби бастаған қаптаған әскер шабуыл жасады. Соңында достарын іздеп жүрген топтағы Мәди Арекенің қасына қуана жүгіріп жақындады, бірақ ол Арекенің зомбиға айналып кеткенін байқамады. Ал бұл әлі бастамасы еді. Достар, сериалды көріп жүрсіздер, көп рахмет, бірақ көбісіңіз арнаға жазылмай лайк баспай кетесіздер. Жазылу мен лайк біз үшін жай ғана батырма емес, жобаның жалғасуына үлкен қолдау. Сондықтан сериал ұнап жатса, онда аямай жазылып лайк басып кетіңіздер. Қазақты қазақ қолдамағанда кім қолдайды? Ал енді ютуберлер әлемін бірге тамашалайық. Досыңның жағдайы нашарлап жатыр. Зомбиға айналуына неше сағат қалды? 1 сағат 18 минут. Ондай болса уақыт жоғалтпай жолға шығайын. Сені асыға күтеміз, Пазл. Қазір жолға шығамыз. Жасырынатын жер бар ма өзі? Я, әрине, орманда біздің үйіміз бар, және қасымда тағы 2 досым бар. Біреуі Пазл, екіншісі Пердебек. Асығып күтіп отырған шығар мені, айтпай кетіп едім. Жолға шығайық, ендесе. О, мынау Ареке ғой. Ареке, қалайсың? Ақыры таптық ау біреуді. Қалайша сен зомбиға айналғансың? Жігіттер, көмектесіңдер. Жігіттер, зомби. Жоқ, Мәди! Қайғыратын уақыт емес, ем табылғаннан кейін бәрін бірге құтқарамыз. Жоқ, мен досымды құтқарамын. Кешір, Мәди. Қалайда сені құтқарып аламын. Бізде уақыт жоқ, екі жаққа бөлініп қашайық. Қаштық, Досымжан. Қаштық, Жанс! Құлақ қалдым, ой. Жоқ, Ареке, тиіспе. Той, омай, енді не істеймін? Достарымды тастап кеттім бе? Жоқ. Еміз дейтін топ не істеді екен? Арнаға тіркеліп отырайық. Жігіттер, мына ауруханадан ештеңе таппаймыз ше негізі. Дәрі іздеп жүргенімізге 1 сағат болды ғой. Асықпайық жігіттер, бірдеңе тауып қалармыз. Мүмкін 3-ке бөлінеміздерміз. Сол кезде оңай болады ғой. Егер біреуміздің алдымыздан шығып қалса, ол өте қауіпті болады. Мако дұрыс айтады. Бірге жүруіміз керек бәріміз. Джиги, қайдасыңдар? Ана жақты қарап келдім. Вообще адам жоқ. Брат, кешіріңіз, бірақ нема өліп қалған жоқ па? Брат? Жоқ, өлуі мүмкін емес. Или сізді іздеп кетті ме екен? Я, дәл солай мен оларға кеткенімді айтпадым. Ал олар маған алаңдап жолға шыққан. Йо-майо, бірдеңке болып қалған жоқ па екен? Енді не істейміз? Мына жақта қарулары бар, соларды алып жолға қайтадан шығамыз. Жарайды онда, қай жерде тұр, алып кете берейін. Жүріңдер, көрсетем. Күтіңдер мен, жігіттер. Барынша дыбыс шығармауым керек. Ей, бауырым, Өй, кімсің сен? мен негізі төбелеспеймін, бірақ жағдай осындай болып тұр. Мә саған. Қайда сықтың, бейби? О, жоқ. Білмей қалады деп ойладың ба, бауырым? Жоқ, қателестім. Еу балашаға, мынау қайсысы тез ұстаңдар. Не істеп жүрсің біздің базада?
білмей қалады дедің бе батяларында? Батя бұндайларды бұлай жазалау керек. Масаға. Папа сиыр жоз көрді ғой, Сәбит? Сәбит қатты ұрдың ау деймін, айттың ғой күреске жық деп. Батя, кешіріңізші, енді қайталап. Еу бауырым, неге келіп тұрсың? Не істейсің? Айт дегенде айт. Қазір папа сиыр ауырып тұр, даусы шықпайды. Өш, папа сиыр, мынау сізге әңгіме айтып тұр ғой. Қысқасы, менің досым зомбиге айналады, және біз бір сиқыршы шалға тап болдық. Ол емдік дәріні сізде бар деп айтты, сондықтан көмек сұрайын деп келіп отырмын. Не айтасыз, папа? Құлағыма айтыңыз, өзім жеткізем. Аты Дамблдор емес пе дейді? Дәл өзі, жақсы ақсақал екен жалпы. Бе, бауырым, досыңа обал болды онда. Не үшін? Дамблдор, ол таза алаяқ кісі. Ол әртүрлі адамдарға көмектескендей болып баста жақсы көрінеді. Бірақ кейіннен адамға эксперимент жасап тастау мүмкін. Абайла, балақай. Ал егер келген адам екеу болса, сені бізге жібергенде қасындағы бір адамды кез келген адреске осылай жібере салады. Не айтып тұрсың өзі сонда? Біткен жерім осы да. Қазір мен саған көптен бері жоспарлаған экспериментімді жасап көремін. Көмектес, Бақытжан, тез болыңдар. Мәссаған, Рома қайда кетті өзі? Негізі екеуміз базаны ауысып түзетуіміз керек еді. Мен демалатын уақыт келді ғой, қайда жоғалып кетті? Романы зомби! Жо, сене алмаймын. Не, жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Артымда кім тұр?